Біз деректермен қоршалғанбыз. Оларды түсіну көптеген салалар үшін маңызды. Бірақ тек деректердің өзі бізге тың ақпарат бермейді. Дерек немесе дейта өздігінен тұрмайды. Оларды бір-бірімен қарым-қатынастар байланыстырады. Спортта жаттығу уақыты мен нәтиже, экономикада баға мен сұраныс. Бұл мысалдардың барлығында екі айнымал бар. Бірі түсіндіруші немесе independent variable, екіншісі тәуелді dependent variable. Үй бағасы мысалында үй ауданы тәуелсіз айнымалы, ал нарықтағы бағасы оған тәуелді. Демек, бір айнымалы өзгергенде екіншісі де өзгереді. Ендігі сұрақ мынау: осы байланысты математикалық түрде қалай сипаттаймыз? Бұны істеудің ең оңай жолы бір түзу сызықпен жұқтап көру. Яғни біз барлық деректердің үстінен шамамен ең жақын өтетін бір түзу сызық саламыз. Бұл сызық деректердің жалпы бағытын көрсетеді. Бұны біз сызықтық регрессия деп атаймыз. Келесі қадамдарда біз бұл сызықтың қалай анықталатынын көреміз. Келесі мысалды қарастырайық. Айталық, бізде оқушылар туралы мынандай деректер бар. Бұнда бойы тәуелсіз айнымалы, ал салмағы тәуелді айнымалы. Әзірге бұл жай ғана кесте, сандар бар, бірақ байланыс жоқ. Осы деректерді көрнекі ету үшін оларды координаталық жазықтыққа шығарайық. Көлденең осьте бойы, тік осьте салмағы болсын. Нәтижесінде біз нүктелер жиынын көреміз. Бұл деректердің геометриялық бейнесі. Ал енді сыныпқа жаңа оқушы келді деп елестетейік. Оның бізге бойы белгілі, ал салмағы болса белгісіз. Ендігі сұрақ мынау: берілген бойға қарап, салмағын қалай болжаймыз? Енді барлық назарды нүктелердің өзіне аударайық. Шын өмірдегідей бұл нүктелер бір түзудің бойында дәл жатпайды, бірақ олардың арасында жалпы бір бағыт бар сияқты. Бұнда әртүрлі түзулерді сызып көруге болады. Бірақ бірнеше түзу сыза алатын болсақ, қайсысы ең қолайлы? Себебі жаңа келген оқушының бойын мейлінше дәл табу үшін бізге бар деректерді жақсы сипаттайтын түзу қажет. Қолайлы сызық біздегі бар нүктелерге неғұрлым жақын болады. Осындай әр нүкте мен түзу арасындағы қашықтық көрсететін ұғымды қателік немесе қалдық residual деп атаймыз. Егер түзу деректерді жақсы сипаттаса, бұл қалдықтардың қосындысы шағын болу керек. Сондықтан бізге түзудің сапасын бағалау үшін барлық қалдықтарды бір санға жинақтау қажет. Біздің мысалға қайта оралайық. Әр қызыл сызық бір қалдық, нүкте мен түзудің арақашықтығы. Түзудің үстіндегі нүктелер 10 мән береді, ал астындағы нүктелер теріс мән береді. Енді барлық қалдықтарды бір жерге жинақтайық. Әр сан түзудің бір нүктедегі қателігі. Қалдық жинаудың ең қарапайым тәсілі осы сандарды қосып жіберу. Бірақ біз алған нәтиже қалайша 0 болып шықты. Бұл түзу сонда мінсіз болған ма? Жоқ, оң және теріс қалдықтар бірін-бірі жояды. Қалдықтарды басқаша ескеру қажет. Бізге қателіктің таңбасына емес, оның шамасына қарау керек. Сондықтан біз әр қалдық мәнін қосар алдында квадраттаймыз. Бұл теріс сандар үшін таңбаны 10 етеді. Біздің мысал үшін бұл тәсілді қолданып көрейік. Енді қалдық рөлін шаршылар орындауда. Қызыл шаршы ауданы қателіктің квадраты. Теріс немесе 10 болуы маңызды емес. Шаршы ауданы әрқашан 10 мән. Теріс таңбаларды жоюдан бөлек, бұл тәсіл үлкен қателерді бұдан да көрнекі етеді. Енді барлық шаршыларды біріктірейік. Төбедегі пайда болған үлкен шаршы бұл қателіктердің квадратталған қосындысы. Математикада бұл осылай жазылады. Бұндағы y индекс I нақты мән, оқушының нағыз салмағы. Бұндағы y қалпақша I біздің сызық немесе модель болжаған мән.
Айырманы алған соң квадраттаймыз. Бұл процесті барлық нүктелер үшін қайталап, қосындысын табамыз. SSE, Sum of Squared Errors, түзудің деректерге қаншалықты жақын екенін өлшейді. Яғни, ең жақсы түзу SSE мәні ең аз болатын түзу. Енді біз сызықты қалай бағалау керектігін білеміз. Бірақ біз әлі оны қалай табу керектігін талқылаған жоқпыз. Кез келген түзу екі сан арқылы анықталады. Бұл сандар M және B. Оларды өзгерту арқылы біз сызықты жылжыта аламыз немесе қисайта аламыз. Мына формулаға назар аударайық. Мұндағы M түзудің көлбеулігі, ал B түзудің басталатын нүктесі. Ал мұндағы X индекс I тәуелсіз айнымалы, мысалы оқушының бойы. Ал Y қалпақша I біздің түзу сол бойға қандай мән беретінін көрсетеді, мысалы болжанған салмақ. Y қалпақша I мен біз таныспыз, ал енді байқайтын болсақ, Sum of Squared Errors осы көлбеулік пен биіктікке тәуелді. Демек, біз оларды SSE мәні ең аз болатындай таңдауымыз қажет. Бұл процесс оптимизация деп аталады. Төменде тұрған формулалар осы оптимизацияның нәтижесі. Бір қарағанда күрделі көрінуі мүмкін, бірақ идеясы өте қарапайым. Бұл видеода олардың қалай шығарылатынын қарастырмаймыз. Бірақ оптимизация тақырыбы қызық болса, оны жеке видеода талдай аламыз. Ең бастысы, сызықтың қалай таңдалатынын біз түсіндік. Біздің оқушылар туралы мысалға жаңа ғана көрген формулаларды пайдаланып, мен сіздер үшін көлбеулік пен түзу биіктігін есептеп қойдым. Енді осы коэффициенттер арқылы түзу салайық. Байқасаңыз, түзу нүктелердің ортасынан өтіп тұр. Ал төменде осы түзудің SSE мәнін көре аласыздар. Болжау үшін бәрі дайын. Видеоның басындағы жаңа оқушының салмағын болжау тапсырмасына оралайық. Біз оның бойын білеміз. Енді болжау өте оңай болмақ. Бізге тек бойдың мәнін түзудің формуласына қою жеткілікті. 185 см оқушының бойы, ал модель бізге салмақтың болжауын береді. Міне жаңа нүкте. Бұл нақты өлшеу емес, жай ғана болжам. Енді біз кез келген жаңа оқушының салмағын бой арқылы болжай аламыз. Бірақ маңызды ремарка. Бұл модель өте қарапайым. Шынайы өмірде болжау үшін бұдан көбірек деректер және көбірек айнымалылар қажет. Демек, 7 оқушы емес 100 деген оқушы туралы дерек. Тек бой емес, ондаған басқа да айнымалылар керек. Тіпті сол кезде де модель ешқашан мінсіз болмайды. Себебі регрессия нақты мәнді емес, шамасы жақын мәнді болжайды. Ал бұл деректермен жұмыс істеудің ең маңызды идеяларының бірі. Бүгін не үйрендік? Біз деректер арасындағы байланысты көрдік, осы байланысты түзу сызықпен сипаттадық, қателікті өлшеп SSE-ні азайтатын ең қолайлы түзуді таңдадық. Нәтижесінде енді біз кез келген бой үшін салмақты оңай болжай алатын модель таптық. Бұл сызықтық регрессия. Келесі видеода қай тақырыпты қарастырғанымды қалар едіңіз. Осы видеоның астына жаза кетуімізге болады. Рахмет.